кезіндегі алғашқы көмек. Яғни тоққа түскен адамдарға дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз. Бір адам мысалы тоққа түсті, көрдіңіздер. Не істейміз? Ең бірінші өзіміздің қауіпсіздігіміз, достар. Бірден ол адамды барып ұстап тартып олай болмайды. Біріншіден мысалы тоқ қай жақтан қосылып тұр? Тоқты сөндіру. Және де қолымызда құрғақ ағаш секілді заттар болатын болса, оны жанында жатқан тоқты жалпы резеткілер болса, оны ысырып тастаймыз сол ағаштың көмегімен. Және де бірден жедел жәрдем бригадасына қоңырау шаламыз. Науқасқа келген кезде науқас ес-түссіз болуы мүмкін. Мысалы, тыныс жоқ, пульс жоқ. Бұл жерде не істейміз? Бірден жүрек-өкпе реанимациясын бастап кетеміз. Ал егер тыныс әлсін-әлсін тыныс алып жатыр, бірақ оянбайды. Бұл жағдайда бір жақ қырымен жатқызып, жедел жәрдем бригадасын келгенін күтеміз. Көп жағдайда осы электротравма кезінде жалпы дәрігердің бақылауында болады бірнеше уақыт. Себебі электротравма адамда ең маңызды жүйе, жалпы жүректің автоматизм жүйесіне және орталық жүйке жүйесінің қызметіне жалпы қандай да бір сәтте әсер етеді ол. Қазір оның жағдайы нормада болуы мүмкін, жалпы өмірге қауіп төндіретін аритмиялар дамып кетуі мүмкін. Сол үшін ол бірнеше уақыт дәрігердің бақылауында болады.